саламатсыздар ма? Бүгін деген біздер интегралдардың екі түрін қарастырамыз. Анықталмаған интеграл, анықталған интеграл. Егер интегралдың түбелерінде ешқандай шектер болмаса, бұл анықталмаған интеграл болады, ал түбелерінде шектер яғни сандар болса, бұл анықталған интеграл болады. Бірінші интегралды есептейтін болсақ, тең болады e-нің 2x дәрежесінен интеграл табамыз. Негізі мынандай аралары қосу, азайту болатын болса, жеке интеграл табуға болады. Яғни 2x минус интеграл синус 2x dx плюс интеграл 6 бөлінген 3x плюс 1 dx тең болады. Так, мынау дейтін бізде былай болады. Жалпы e-нің қандай да бір дәрежесінен интеграл өзі шығады 2x. Тек мына жерде x-ның алдына коэффициентке қараймыз. 2, оны 1 бөлінген 2 деп шығарамыз. Қандай сан болса да 1-ді сол санға бөлеміз. Минус, мына жерде сондай интеграл минус косинус 2x болады. X-ның алдында коэффициентті жаңағыдай 1 бөлінген 2 деп шығарамыз. Яғни мына минус қазір бізде ашатын болсақ плюс болып кетеді. Және мынаның алдында 2-ден 1 болады. Өзі жасырып керек емес. Басылған. Так, мынау енді 6-ның алдына шығаратын болсақ 6 көбейту. Одан мынаның дәрежесі 1 болады. Сондықтан бұл ln 3x плюс 1 болады. Осын x-ның алдында коэффициент 1 бөлінген 3 болып алдына түседі. Қосылған c. Міне анықталмаған интегралы c қосылады. Мынаны қазір ықшамдайтын болсақ, жинақтайтын болсақ, 2-ден 1 e-нің 2x дәрежесі қосылған 2-ден 1 косинус 2x плюс мынау бізде 2 береді ln 3x плюс 1 плюс c. ln-нің аргументі мұнды деп болады, интегралдан шығатын болса. Жауап болса, енді келесі. Бұл анықталған интеграл. Анықталған интегралда біздер былай істейміз. Алдымен интеграл табамыз. Косинустан синус шығады. Аргументі қалай түрде солай жазамыз. И одан кейін жаңағыдай x-ның алдында коэффициент, бұл жерде 4-тен 1 сонда 1 бөлінген 4-тен 1 дейтін 0,25. Немесе бұл 4-тен 1 жаза беремін. 1 бөлінген 4 деп. Сол кезде бұл бізде 4 береді. 4 синус x бөлінген 4. Содан осы жерде енді жерге шектерін қоямыз. 0-ден p-ге дейін. 0-ден p-ге дейін. Анықталған интегралда мынандай шектер болатын болса, мынандай с тұрақты сан қосудың қажет жоқ. Өйткені мына нәрсені есептегенде біздер жоғарыға шек қоямыз. Бірінші 4 көбейтілген синус пи бөлінген x-оны 4 қоямыз. Ой, x-оны пи қоямыз. Осыны азайтамыз. 4 көбейту синус 0 бөлінген 4 тең болады. Мынау бізде синус 0 береді. Синус 0 бөлінген тең. 14 көбейтетін болсақ 0 болады. Так, синус пи бөлінген 4-те 4 көбейтілген. Мынау бізде түбір асты 2. Яғни синус 45 градуста 2-ден түбір асты 2. Осыны білу керек. 2 түбір асты 2. Сонда бізде шығады 2 түбір асты 2. Яғни анықталған интегралдың қандай да бір сан шығады. Анықталған интеграл a-дан b-ға дейінгі интеграл ішінде қандай да бір функция дифференциалдың болса тең болады. Енді қараңдар, кез келген интегралдың ішіндегі функциядан бір алғашқы функция шығады. F деген. Сол fx шықсыншы мысалы. Осыған шектерін қоямыз. A-дан b-ға дейін. Үстіңгі шекті қойып, функцияның алғашқы функцияға үстіңгі шекті қоямыз. Оны есептейміз. Одан астыңғы шекті қойып азайтып тастаймыз. Яғни адан алдымен алғашқы функция шықты мынандай. Алғашқы функция. Одан ең бірінші үстіңгі шекті пиді қойдық та, одан астыңғы шекті қойып азайтып тұрдық. Яғни осы формула анықталған интегралды есептейтін формула осы.